Үшінші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер. Сабақтың мақсаты нені үйренгеніңді тексересің. Балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 17 сәуір сынып жұмысы. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Асында қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке ауыстыр. Яғни x белгісізі 12-ден артық, 15-тен кем теңсіздігін екі теңсіздікке ауыстыруымыз керек. Сан сәулесіне қос теңсіздіктің шешімдер жиын белгіле. Шешімдер жиын фигуралы жақшаның көмегімен жаз. Яғни бұл жерде x-тің мәнін фигуралы жақшаның көмегімен жазып, сан сәулесіне саламыз. Екінші тапсырма. Теңдеулерді шеш. Теңдеулерді шешу үшін алдымен ықшамдап аламыз. Содан кейін барып теңдеулерді шешеміз. Үшінші тапсырма. Бөлімдері бірдей өрнектерді салыстыр. Төртінші тапсырма. Есеп бойынша әріпті өрнек жаз. Әріптің орнына мәнін қойып, есепті шығар. Бесінші тапсырма. Әлия өрнектегі амалдардың орындалу ретін дұрыс қойды ма? Тексер, қатесін түзетіп, өрнектің мәнін есепте. Яғни амалдардың орындалу реті дұрыс емес. Соның дұрысын қойып, мәнін есептейміз. Іске сәт, балалар.